Мақтаншақ әтеш ертегі. Ертеде бір әтеш таңертең ерте деп шақырады екен. Әтеш шақырғанда ел жұрт, жан жануарлар ұйқысынан тұрып, әлемді оятқандай күйге еніп, өзінің даусына риза болып, кекірейіп жүреді екен. Кешке тағы солай шақырып, ұйықтаңдар, түн болды дегенде айқайға басады екен. Ол өзінің осылай шақырған дауысын ерекше деп бағалап, басқа құстар мен жануарларды менсінбейді екен. Бір күні әтеш өзін бәрінен жоғары санап, биіктен көрінуім керек деп, шарбақтың үстіне қонып отырады. Кербезденіп, жан-жағына қарап отырғанын, ағашта отырған бір қарға байқап тұр екен. Қарға айтады: «Ау, әтеш, не істеп отырсың?» деп сұрайды. Әтеш айтады: «Мен отырмағанда кім отырады? Әлемде менен асқан құс жоқ-ау сірә. Өзім суда да жүзе аламын, дауысым да керемет, ұша да аламын, керек десем жүгіре де аламын. Бар қасиетті маған дарытып берген соң, жерде жүре берген маған жараспас, сондықтан да биіктен мен отырмағанда кім отырады?» деп кеудесін көтеріп, айдарын тікірейтіп, құйрықтарын қанатымен бір таранып қойып, қарғаны менсінбегендей түр көрсетіп отырды. Мұны көріп естіген қарға: «Ау, сен суда жүзе аламын дейсің, балық сияқты су астында жүзе аласың ба? Жүзе алмайсың. Дауысың керемет дейсің, бұлбұлға ұқсап әндете аласың ба? Әндете алмайсың. Ұша алам дейсің, қыранға ұқсап бұлт арасында самғай аласың ба? Самғай алмайсың. Жүгіре алам дейсің, киікке ұқсап жүгіре аласың ба? Жүгіре алмайсың. Сен нағыз өркөкірек мақтаншақтың өзі екенсің. Бойында бір мардымды қасиетің жоқ екен» деп қарға мазақ қылып ұшып кетіпті. Әтеш айтқан сөздері мен қылықтарына сәл ойланып қалыпты. Мұның бәрін естіп тұрған жан жануарлар мен құстардың алдында әтеш ұялып, шарбақтан секіріп түсіп, жөніне кетіпті. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, келесі ертегіні жіберіп алмаңыздар.